Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы негізгі және туынды затизм. Біз сендермен өткен сабақта негізгі және туынды затизмді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта негізгі және туынды затизмді анықтайсыңдар. Берілген суреттер бойынша мәтіннің мазмұнын болжайсыңдар. Берілген суреттерге мұқият қараңдар. Бұл суреттер арқылы келесі мәтініміз не туралы болатынын болжап көріңдерші. Мұнда ескерткіштер берілген. Ескерткішті бір сөзбен қалай айтуға болады? Мүсін. Ендеше балалар, біздің келесі оқитын мәтініміз мүсін туралы болмақ. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Мүсін бейнелеу өнерінің ерекше түрі. Мүсіншілер шығармасын әртүрлі материалдан жасайды. Мүсіндер ірі және шағын болып келеді. Ірі мүсіндерді қала көшелерінен, мұражайлардан көруге болады. Алматыда Абайға, Абылайханға, Әлия Молдағұлова мен Мәншік Мәметоваға арналған ескерткіштер бар. Балалар, мәтіннен зат есімдерді табыңдаршы. Оларды негізгі және туынды зат есімдерге ажыратыңдар. Мүсін. Негізгі зат есім болады. Мүсіншілер. Мұндағы мүсінші туынды зат есім. Себебі түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалынған. Қала. Қала негізгі зат есім болады. Балалар, суретке мұқият қараңдар. Бұл кімнің ескерткіші? Дұрыс айтасыңдар. Еліміздің тұңғыш президенті, елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ескерткіші. Бұл ескерткіштің авторын білесіңдер ме? Бұл ескерткіштің авторы қазақтың атақты мүсіншілерінің бірі Шоқан Төлеш. Шоқан Төлеш туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Шоқан Төлеш өнерде өз әлемі бар мүсінші. Оның туындыларынан ешкімге ұқсамайтын ерекшелігін байқайсыз. Шығармаларында ой еркіндігі мен ұшқыр қиялы көрініс тапқан. Ағамыздың портрет жанрындағы еңбектері де ел назарында. Онда да мүсіншінің шеберлігіне тәнті боласыз. Айталық, Алматы қаласындағы президент саябағындағы елбасының ескерткіші мен сәулетші Малбағар Меңдіқұловқа арнап орнатқан мүсіні Шоқан Төлештің сәулет өнеріндегі ең құнды еңбектерінің бірі саналады. Ал Талдықорған қаласындағы Ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың бюсті қойылған жастар саябағы бүгінде өнерге, өлеңге құштар жастардың бас қосатын рухани алаңына айналып үлгерді. Ал мына бір көктем атты композициясы табиғатпен бірге оянған, уырғанған сезімдерді сипаттайды. Шоқан Төлештің Астана және Алматы қаласындағы мұражайлардан бөлек ақш, Франция, Бельгия, Италия, Швейцария, Лихтенштейн князьдігі, Ұлыбритания, Австрия елдерінің мұражайларында бір қатар еңбектер сақталды. Бейнематериал арқылы мүсінші Шоқан Төлеш туралы білдіңдер. Сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Балалар, Мерейдің ағасына жазған хатын бірге оқиықшы. Құрметті аға, мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Сондықтан Нұрсұлтанға баруды жоспарлап отырмын. Нұрсұлтандағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол. Қарындасың Мерей. Балалар, бұл хат дұрыс жазылған ба? Сендер нені қосатын едіңдер? Хат жазғанда басшылыққа алатын нұсқаулықты оқиық. Сәлемдесу сөзінің біреуге қаратып айтылуы. Өзің хат жазып отырған адамның хал жайын білу мақсатында сұрақтар қою. Өзің туралы әңгімелеу. Қоштасу сөздері. Хат жазып отырған адамның аты жөні. Ендеше балалар, Мерейдің хатын толықтырып көрейік. Құрметті аға, қал жағдайың, сабағыңыз қалай? Атам мен әжемнің жағдайы жақсы ма? Менде бәрі жақсы. Мен жазғы демалысымды қалада өткізгім келеді. Нұрсұлтанға баруды жоспарлап отырмын. Нұрсұлтандағы ғимараттарды көрсем деймін. Екеуміз қаланы бірге аралаймыз. Кездескенше сау бол. Қарындасың Мерей.
Бәрекелді балалар. Енді сендер де қатты қатесіз, ережеге сай жазалады деп сенемін. Берілген мәтінді мұқият тыңдаңдар. Киіз үй мен ағаш үй. Ертеде екі адам дос болыпты. Біреуі орыс мұжығы, екіншісі қазақ екен. Екеуі қазақтарға киіз үй, орыстарға ағаш үй жасап, көп табыс тауып жүреді. Күндердің күнінде екеуі ұрсысып қалыпты. Біреуі киіз үйді, біреуі ағаш үйді мақтаумен бір шешімге келе алмай, әділ қазыға жүгініпті. Әділ қазы, екеуіңдікі де дұрыс. Киіз үй көшіп қонып жүруге қолайлы. Ал қыста жұмыс адамына тынығу үшін түнге қарай жылы ағаш үй керек. Сол үшін қазақ, сен бір киіз үй, ал орыс, сен бір ағаш үй жасап ал. Бірақ екеуің де үйді бірігіп салғандарың жөн. Сонда қыс түскенде ағаш үйде, жаз шыққанда киіз үйде бірге тұра бересіңдер, депті. Әділ қазының төрелігіне екеуі де риза болып, рахметтерін айтыпты. Мәтіндегі жылдышымен берілген сөздердің мағынасын біліп алайық. Мұжық. Ресей патшалығы тұсындағы орыс шаруасы. Жүгіну. Төрелігіне келу, мойын сұну. Ал енді мәтін мазмұны бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Киіз үй мен ағаш үй туралы. Киіз үй мен ағаш үйді салыстырыңдаршы. Киіз үй көшіп қонуға қолайлы. Ағаш үй қыста өте жылы. Дос, табыс сөздерінен туынды зат есім жасаңдаршы. Достық, табыскер деген туынды сөздер жасауға болады. Балалар, жасырынған жұмбақты тауып көріңдерші. Сендердің тапқырлықтарыңды тексеріп көрейін. Ол үшін сызба бойынша әріптерді қосып оқып шығыңдар. Қабырғасы торы көз, төбесінде зор көз. Дұрыстап алдыңдар ма? Ал енді жұмбақтың шешуін тауып көріңдер. Жұмбақтың шешуі кереге мен шаңырақ. Осы сөздермен сөйлем құрастырыңдаршы. Киіз үй бөліктерінің бірі кереге мен шаңырақ. Жарайсыңдар балалар, сендердің дұрыс тапқандарыңа сенемін. Берілген өлеңді көшіріп жазыңдар. Мен оқимын, мұқият тыңдаңдар. Менің атам жайлауға малын айдап шығыпты. Көк шалғынды қойнауға киіз үйін тігіпті. Қарап шықтым бір түндеп, бар жиһазы жарасқан. Туырлығын түргенде көрінеді көк аспан. Мұндағы туырлық сөзінің мағынасын біліп алайық. Туырлық киіз үй керегесін сыртынан жабатын киіз. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиықшы. Жайлауға, шалғынды, жиһазы, аспан. Бұл сөздерді сөз құрамына талдаңдаршы. Жайлауға. Түбірі жайлау. Ға жалғау. Шалғынды. Түбірі шалғын. Ды жалғау. Жиһазы. Түбірі жиһаз. Жалғау. Аспан. Түбірі аспан. Балалар, мұндағы негізгі зат есім қайсысы? Дұрыс айтасыңдар, аспан негізгі зат есім болады. Бүгінгі сабақта не үйрендіңдер? Негізгі және туынды зат есімді анықтадыңдар. Берілген суреттер бойынша мәтін мазмұнын болжадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.